Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен компьютерлік желі атты тақырыппен танысатын боламыз. Компьютерлік желі мектепте 8-ші сыныпта және де 10-ші сыныпта келеді. Бұл видеода біз екі кітаптан алынған материалдармен танысатын боламыз. Жалпы компьютерлік желі просто так 5-ке бөлінеді. Pan, LAN, CAN, MAN, WAN. Pan персоналды, яғни дербес желілер жеке аймақ желісі деп айтылады. Яғни ол бір адамға ноутбук тұрса, бір ғана аппаратпен байланыс. Ол принтер болуы мүмкін, модем болуы мүмкін, телефон болуы мүмкін. Яғни бір адамға ғана байланыс. Мынау мысалға PAN. Келесі LAN, жергілікті желі. Одан кейін CAN, кампус деп айтады, немесе бірнеше көрші ғимараттардағы корпоративтік желі. MAN, бір ұйым қалалық желілер, Metropolitan Area Network дейді, MAN. Одан кейін WAN. Енді осы WAN-ға жеке тоқталамыз. Жаһандық ауқымды желілер деп айтады, немесе Wide Area Network дейді. Осы жерде Алматы кітап баспасының екі сөзіне жеке тоқталамыз. Олар Алматы кітап баспасында желінің 5 түрі бар деді, WAN-ға қандай анықтама берді? Wide Area Network деді. Арманда WAN-ға, яғни WAN-ға не деп анықтама береді? World Area Network. Осы екі түрлі мағына береді. Біреу World, екіншісі Wide. World әлем деп аударылады, Wide кең деп аударылады. Екі түрлі мағынаны білдіреді. Демек, компьютерлік желі просто так 5-ке бөлінеді. Енді 8-ші кластағы желілердің бөлінуіне көшеміз. Олар аумақтық таралуына байланысты 3-ке бөлінеді. Жергілікті, LAN, корпоративтік, MAN, немесе аймақтық деп айтылады. Одан кейін дүниежүзілік ауқымды. Осы жерде міне WAN дегенді World деп алсақ болады, немесе GAN, Global Area Network. Жергілікті желінің анықтамасына тоқталатын болсақ, жергілікті желі шектеулі аймақта бір бөлмеде, мекемеде, зауытта тағы сол сияқты орналасқан компьютерлерді біріктіреді. Жергілікті желі құрудың негізгі мақсаты олар өндірістік процестерді автоматтандыру, қажетті құжаттарды жедел өңдеу мен ақпарат алмасуды жылдамдату болып табылады екен. Келесі корпоративтік, немесе MAN, немесе бұны аймақтық деп те айтады. Бір қала немесе аймақ, немесе метрополитен. Бір қала немесе аймақ көлемінде компьютерлердің бір жүйеге бірігуінен пайда болатын желі. Корпоратив желі ірі компаниялар мен банктер сияқты құрылымдардың пайдалануы үшін өте ыңғайлы болып табылады. Үшінші, бұлар бізде аумақтық таралуына байланысты. Дүниежүзілік немесе ауқымды WAN, World Area Network, немесе GAN деп айтылады, Global Area Network. Дүниежүзі бойынша компьютерді ортақ бір арнаға біріктіру арқылы байланыс жасау желісі. Қазіргі кезде мұндай желінің қызметін интернет атқарады. Бұлар бізде аумақтық таралуына байланысты 3-ке бөлінеді. Никак 5-ке бөлінбейді. 5-ке бөліну просто компьютерлік желі 5-ке бөлінеді деп айтады екенбіз. Келесі, тиістілігіне байланысты. Жалпы желі кімге тиесілі болуы мүмкін? Ол ведомствоға тиесілі болуы мүмкін, немесе мемлекетке тиесілі болуы мүмкін. Ведомстволық дегеніміз бір ұйымға немесе оның аумағындағы аймақтарға тиесілі желі, немесе былайша айтқанда жеке желілер. Олар банкоматтар болуы мүмкін, театрлар болуы мүмкін, теміржол кассалары болуы мүмкін. Екінші, мемлекеттік, яғни мемлекетке тиесілі желі. Олар мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тиісті желі. Ішкі істер органы, ұлттық қауіпсіздік кешен немесе кеден қызметкерлері болуы мүмкін. Яғни желі екі-ақ бөлімге тиесілі болады. Олар ведомстволыққа немесе мемлекетке тиесілі болады екен. Таралу жылдамдығына байланысты екі кітапта екі түрлі, біреу 3-ке бөледі, біреу 4-ке бөледі. Төмен, орташа, жоғары, өте жоғары. Төмен жылдамдық 10 мегабит секундына дейін, орташа жылдамдық 100 мегабит секундына. Яғни біздің қазіргі элементарный LAN кабельмен келіп тұрған, Wi-Fi аппаратымен келіп тұрған желіміз орташа жылдамдықпен көрсетеді. Көп жағдайда осы онлайн тест, скорость интернета деп көруге болады. Одан кейін жоғары жылдамдық 1 гигабит секундына дейін, одан кейін өте жоғарғы жылдамдық 10 гигабит секундына дейін деп айтылады екен. Ал кейбір кітаптарда 100 мегабит секундына дейін, одан кейін 100 мегабайттан жоғары десе, оны жоғары деп айтады. Кей кітапта 3-ке, кей кітаптарда 4-ке бөледі. Одан кейін деректер таралу ортасына байланысты олар 2-ке бөлінеді. Сымды желі және сымсыз желі. Сымды желі де 3-ке бөлінеді, сымсыз желі де 3-ке бөлінеді. Сымды желі есулі қосақталған кабель немесе Wi-Fi аппарат тұр. Одан кейін коаксиалды, мінекей ортасы медь, одан кейін сырты тормен қоршалған. Одан кейін оптикалық талшық.
яғни оптоволокна деп айтылады. Бұлар жарық сәулесі жылдамдығымен 3 көбейтілген 8 дәреже жылдамдығымен жүреді. Келесі сымсыз байланысты радио байланыс 10 метр қашықтыққа таралады, жылдамдығы 11,54 мегабит секундына дейін. Келесі қысқа толқынды, немесе біз оны Wi-Fi деп айтамыз, инфрақызыл сәулелену жылдамдығы 5-10 мегабит секундқа дейін. Жолақты және спутниктік байланыстар деп айтылады. Үшінші инфрақызыл лазер немесе WiMAX 100 мегабит секундына дейін. Когеренттік жарық сәулелері арқылы беріледі дейді. Бұлар деректердің тарату ортасына байланысты бөлінуі. Келесі компьютерлік желілер топологиясы жалпы өз екіге бөлінеді. Желілердің типтік топологиясы бойынша екіге бөлінеді: толық және толық емес. Толық емес байланыстарға шина, жұлдызша, сақина, аралас бұлттар жатады. Толық байланысқа ұялы байланыс жатады. Хотя ұялы байланыс дегеннің мағынасы немесе аудармасы дұрыс емес болуы мүмкін. Біз енді топологияға жаймен келе жатырық. Топологияны бастамай тұрып, біз бірінші типтік топология деп екі типін атап кетуіміз керек. Шина және де сақина. Бұл екеуіне толығырақ тоқталуға болады, себебі ішінде айту керек болған жайттар бар. Шина топологиясы мұндағы негізгі байланыс ретінде бір ғана кабель қолданылады. Осы кабельге жеке-жеке бірнеше компьютерлер жалғанады. Шина ретінде коаксиалды кабельдер қолданылады. Яғни ортасындағы шина ретінде коаксиалды кабельді пайдаланады екенбіз. Бүйтіп айтады, бұның кемшілігі, жарайды, бұның ең шетіне терминатор деген құрылғы пайдаланылады. Егер ол құрылғы дұрыс жалғанбайтын болса, шина вовсе жұмыс жасамауы мүмкін. Желінің кемшілігі шинаның, мұқият шинаның бір жері үзілсе, мынау негізгі шина. Осы шинаның бірі үзілсе, компьютер өзара байланысын жоғалтады. Компьютер істен шықпайды, бірақ желі істен шығады. Яғни не кесілсе дейді, осы жерге отдельно сызайық, шина үзілетін болса. ОБТ-да ол былай келеді. Именно осы шинаға былаймыз сұрақ қояды: компьютерлік желінің бір компьютер істен шығатын болса дейді, онда желі істен шыға ма дейді. Жоқ, желі істен шықпайды. Неге? Себебі компьютер істен шығып тұр. Яғни компьютердің бір сымы үзілгенмен негізгі коаксиалды шина үзілмейтін болса, желі жұмыс істеп тұра береді. Осыған өте мұқият болыңыздар. Желі, шинаның бір жер үзілсе, расымен де байланыс үзіледі. Ал компьютер істен шығатын болса, онда желі істен шықпайды. Яғни бір ғана компьютер істен шығады, бірақ қалғандары жұмыс істеп тұра береді. Келесі сақина тәрізді желі, бұлар негізі бір бағытта жүреді. Негізі сондай, мысалға, мына бетіп келген сым мына жерден бастау алатын болса, ол мына жерден обратно артқа қарап қайтады. Негізі сондай, бір бағытта жүреді. Сақина тәрізді желі топологиясы біріне тізбектеліп жалғанып, жабық шеңбер құрайды. Яғни бұлар жабық шеңбер деген тұйықталған, бірнеше компьютерден тұрады. Желідегі сигналдар бір бағытта ғана беріледі. Компьютер көрші компьютерден алған сигналды күшейтіп, өзінен кейінгі компьютерге жеткізеді. Яғни мұндағы компьютер скорость передача данных азаяды, келесі компьютерге барғанда көбейеді. Енді кемшілігі дейді, желідегі компьютердің біреуі істен шығатын болса, сіздерге қазір менің суретінен көрмеуім мүмкін, хотя оқып берейін. Компьютердің біреуі істен шықса, желі де жұмысын тоқтатады. Енді қызық қараңыздар. Кабель үзілсе де, немесе компьютер істен шықса да, разница жоқ. Или кабель, или компьютер істен шығатын болса, онда желі толығымен тоқтайды. Шинада қалайды? Кабель үзілсе, сет тоқтайды. Мұнда да кабель үзілсе, сет тоқтайды. Бірақ мұнда компьютер істен шықса, ары қарап уже келесі тоқ өтпейді ғой. Из-за этого шина тоқтайды, то есть сақина тоқтайды, ал шинада компьютер тоқтағанмен қалғандары байланысып тұра береді. Осылай негізгілерін біліп алуымыз керек. Келесі жұлдыз желі топологиясы. Желінің бұлай ұйымдастыруы, компьютер бір-біріне тікелей жалғанбайды. Не арқылы байланысады екен? Адаптер арқылы, белгілі бір адаптер арқылы байланысады. Бұл желі тоғырсам бір компьютер істен шығатын болса, қалғандар жұмыс істеп тұра береді, пока адаптер жұмыстан істен шықпайынша. Иерархиялық желі топологиясы, бұл тура жұлдызшалардың бір бейімдегішке қоссақ, яғни бірнеше жұлдызшалар болатын болса, онда иерархиялық
желі деп айтылады. Егер қарайтын болсақ, шинаны айттық, жұлдызшаны айттық, сақинаны айттық, аралас бұлттар деген жаңағы жұлдызшалардың бірнешесі. Енді ұялыға келетін болсақ, ұялы негізі аты, ұялыны орысша аударатын болсақ, біз мобильность деп аударамыз, бірақ негізгі бұның атауы меш деп айтылады, немесе ячейстая дейді. Сонда ұялының негізгі шын атауы негізі тор деп атасақ болады екен. Мінекей тор. Барлық компьютерде жұппен қосады. Торлы желілер кез келген басқа топологияға қарағанда әлде қайда көп кабельді пайдаланады. Бұл оларды естеді қымбатырақ етеді. Сонымен қатар бұндай желілерді орнату басқа топологияға қарағанда әлде қайда қиын. Бірақ бұлар ақауларға төзімді. Ақау дегенде бізде бұзылудан төзімді, бірақ бұның подключениесіне көп ақша кетеді және қиын. Немесе біз бұны қазақша ұялы дедік. Бізге енді ұбт-да осылай келуі мүмкін, мына байланыстың түрі де мүмкін, бірақ ұялының басқа да түрлері бар. Мынау да ұялы, мынау да ұялы, мынау да ұялы, мынау да ұялы болып табылады екен. Бүгінгі сабақта біз сіздермен компьютерлік желі жайында қысқаша сөз қозғадық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.